кезде қолы жетпей, кездесуге құштар болып, бір көруге құштар болып, бір сөзін естуге құштар болып тұрған махаббаттар барлық нәрсе кәдімгі дозасын полный алып қойғаннан кейін, ал енді той өтті, үйленді, ал енді рахаттаныңдар деп екеуін бөлек квартираға шығарып жібергенде, біреу терезеге, біреу телефонға қарап отырған. Неге? Бүкіл қызықтың бәрін көріп қойған, екеуіне жаңалық жоқ. Ашатын жерін ашып, шешетін жерін шешіп, айтатын сөздің бәрін айтып тастаған. Екеуіне түк қызық қалмаған. Енді тек қана жалығу басталады. Неге? Қолжетімді нәрседе қызық қалмайды. Екеуі бір-біріне қолжетімді болып қалды. Ал бұрын неге қызық болды? Себебі анау ана үйде, мынау мына үйде, бір-бірін көрмесе тұра алмайды. Сондай құштарлықпен болды да, бір-бірлеріндегі махаббаттың дозасын түгел жұтып алғаннан кейін, енді үйленіп келіп, енді қызық басталады екенсе, керісінше жалығу бастады. Мына қай жеріне қызыққам деп. Мынаны неменеге алған, мынаған неге тигем деген сияқты. Сосын барып ырың-жырың ортада бүлік, сонымен шаңырақтар күйреп қап жатыр. Негізі